Бүгін мен сіздерге біз танысқан кезде атты киноны айтып беретін боламын. Фильм Эвери есімді қыз ең алғаш болашақ күйеуімен қалай танысқаны туралы қонақтарға айтып беріп жатқан жерінен басталады. Ной Эверимен кездескен кезін есіне алып кетеді. Ол кез Хэллоуин кеші еді. Біреу Эверидің үстіне сусын төгіп жібереді. Ал Ной одан бәрі дұрыс па деп сұрайды. Олар осылай танысқан еді. Олар біраз әңгімеден соң бір-бірін жақсы тани бастайды. Ной оған барға баруды ұсынады. Ол жаққа барып, Ной барда барлығына фортепианода кәсіби маман сияқты ойнап, шоу көрсетеді. Ол жерден Эвери фотобутканы көріп, Нойды суретке түсуге шақырады. Сол түні Эвери оны пәтеріне алып келеді. Олар таңға дейін сөйлесуін жалғастырады. Біз Эвери әңгімесін айтып жатқан жерге қайта ораламыз. Эвери Этан деген жігітке үйленейін деп жатады. Ной одан айырылып қалғанына өкініп, өзін нашар сезіне бастайды. Эвери оның артынан келеді. Этан қалыңдығын іздеп келеді. Этан сол жерде Эвериді ерінен сүйеді. Ал Ной одан да жаман болып кетеді. Эвери досы Керриден оны үйіне апаруын сұрайды. Керри Нойдан бүгін оған не болып жатқанын сұрайды. Ной Эвериге ғашық екенін айтады. Бірнеше сағаттан кейін Керри оны үйіне емес, барға келгенін түсінеді. Ол мұны жақсы идея деп санамай, Нойдың соңынан кіреді. Олар барда Макспен кездеседі. Содан кейін Ной оқиғаны біз тоқтаған жерден айта бастайды. Ной сол түні Эвериді сүйейін дегенде, ол Нойға жақсы дос тапқанына қуанышты екенін айтып, сүйдірмей қойған екен. Ал келесі күні Ной Эвериге сөз саламын деп дайындалып жүргенде, Эвери Этанмен танысып қалып, соңы махаббатқа ұласыпты. Ной Эвериге ең лайықты жігітмен ғана деп айтады. Бірақ Керри оған оны ұмытуға кеңес береді. Бір кезде көңіл күйі жоқ. Бейшара Ной фотобуткада отырып, Эвери қалаған жігіт болғысы келетінін айтып тиімді салады. Сол кезде стендтегі жарық жыбылықтап, оның басы айналып, бір түрлі болып ұйықтап қалады. Ной оянып айналасында бір нәрсе дұрыс емес екенін сезеді. Дүкендегі газетті тексеріп, 2014 жыл екенін түсінеді. Толықтай көзі жету үшін ол кассирден тағы да сұрайды. Ол 2014 жыл екенін айтады. Ной фотобуткадағы тілегі орындалғанын түсінеді. Ол досы Максқа барады. Сол кезде ол Керриді төменнен көріп қалып, оған бір-бірін білетіндіктерін айтуға тырысады. Бірақ ол оны жоққа шығарады. Макс келіп, досы үшін кешірім сұрайды. Ной өзінің шынымен уақытпен саяхаттағанын және Эвериді алуға мүмкіндігі бар екенін түсінеді. Ол дереу киініп, Хэллоуин мерекесіне барады. Ол онымен тағы да бірінші рет кездеседі. Ол Эвериді көрген кезде, оны бірден билеуге шақырады. Екеуі баяғыдай таныса бастайды. Ол Эвериге бірінші рет кездескенде не ұнайтынын біліп алған. Ной өзіне сол нәрселер ұнайтынын айтып, онымен ұқсастықтары көп екенін, бұл тағдыр екенін түсіндіреді. Содан кейін олар барға барып, Ной Эверидің сүйікті әнін ойнап береді. Сол түні Эвери оны үйге алып келеді. Бірақ сол сәтте Керри оған қоңырау шалып, ол Макспен махаббатпен айналысқаны туралы айтып бергісі келетінін айтады. Кетер алдында Ной Эвериді сүйейін деп жатқан еді. Сол сәтте Керри кіріп, Нойды танып қалады. Ол Эвериге ұнайтын барлық нәрсені білгендіктен, оны екі қызда маньяк деп ойлап қалады. Ол түсіндіргісі келеді, бірақ Керри гүл өсіп тұрған затпен ұрып, оны ұйықтатып жібереді. Содан кейін Ной төсегінде оянады. Ол бірден Эвериге кешегі кеш үшін өкінетінін жазады, бірақ кім бұл деген жауап алады. Ной оның үйіне барады, ал Этан сол жерде. Ной олардың неке қию рәсіміне келгенін түсінеді. Эвери оны көріп, спрейді көзіне шаша бастайды. Керри оны танып қалып, кастрюльмен ұрады. Этанға бұл 3 жыл бұрын бізге тиіскен маньяк деп айқайлайды. Этан Нойды ұстап алады. Ной ол жерден қашып кетеді. Кетіп бара жатып, бәрі фотобуткаға байланысты екенін түсіп қалады. Қайтадан баяғы кезге оралғысы келіп, фотобуткаға барады. Ол Эверимен алғаш кездескен күнге қайтып келеді. Бұл жолы ол Максқа барып, кеште өзін қалай ұстауын сұрайды. Макс оған мықты, әрі өзіне сенімді жігіт болуға кеңес береді. Ол өзін мықты жігіт етіп көрсетеді, бірақ Эвериге ол ұнамай, оны бассейнге итеріп жібереді. Ной да оны тартып құлатады. Ной Эвериді сүйеді. Олар Нойдың пәтеріне қосылу үшін келеді. Содан кейін ол Эверимен оянады және арадан 3 жыл өткенін түсінеді. Ной үйлендік деп ойлайды, бірақ Эвери оған оның ұнамайтынын айтады. Тек төсекте жақсы болғандықтан ғана оны шақыратынын айтады. Этан мен Керри Эвериді жүгіруге алып кетуге келеді. Ной оларға қосылуға шешім қабылдайды. Ной шаршап құлайды. Керри Нойдың жанында қалады. Эвери мен Этан бірге жүгіріп кетеді. Ной Этанның әрдайым Эверимен бірге болудың жолын табатынынан шаршады. Ол Керримен аздап сөйлесіп, Эвериге тұрақты адам керек екенін түсінеді. Сондықтан бұл жолы ол фотобуткадан жұмыс туралы сұрайды және бірінші күнге қайтып келеді. Бұл жолы Ной Максқа оның компаниясында жұмыс беруін сұрап барады. Хэллоуин кешінде Ной пайда болады және ол Эверимен кездеседі. Олар бірге керемет кеш өткізеді. Ной 3 жылдан кейін оянады. Ол Эвери мен Нойдың үйленуге шақыру қағазын көргенде, ол қуанып кетеді. Ол өзінің жаңа өмірінен, үлкен үйінен, керемет әйелінен және армандаған көлігінен ләззат алады. Ол өз жұмысына барады. Онда барлығы оны компанияның вице-президенті болғанын айтып, жаңа қызметімен құттықтайды. Бірнеше минуттан кейін Макс оны шетке шығарып, ол оған ашуланып, Макс Нойға 3 жылдан бері істеп келе жатқан лауазымымды алып қойдың, менің арқама пышақ тықтың дейді.
Ной олардың енді дос емес екенін және 3 жылда ол ашкөз адам болып кеткенін түсінеді. Оның көмекшісі оған қатысуы керек маңызды кездесуді еске салады. Ол оны жібере алмайды, әйтпесе жұмыстан шығарылады. Ной өзінің алдағы 3 айда күнде бос емес екенін көреді. Ной үйлену тойына кешігіп келеді және Эвери мен Этанды әжетханадан табады. Эвери Нойға ол жаман нәрсе жеген сияқты, сол үшін Этанға көмектесіп отырмын деп айтады. Ной оны дереу үйіне апаруды ұсынады. Көлікте Этан әжетханада Эвериге жақсы көретінін айтқанын мойындайды. Осы сәтте Ной Этанның баяғы Ноймен бірдей позицияда екенін түсінеді. Этан Нойға Эвери менімен болғанын қалайтынын айтты деп айтады. Нойдың жағдайы нашарлай бастайды. Сол түні Кери Нойға құрбысы оны сүймейтінін растайды. Ной Эвериді бақытты ету үшін бұл жағдайды түзетуге шешім қабылдайды. Ол Хеллоуин кешіне қайта оралып, Этанды Эверимен кездесуге апарады. Содан кейін олар кездеседі. Осы кезде Ной Керримен сөйлесуге барады. Екеуі де жақсы уақыт өткізеді. Олар бірге билеп барға барады. Онда олар Этан мен Эверидің сүйісіп жатқанын көреді. Олар бірге суретке түсуге шақырады. Ной келесі күні оянып, бұл жолы қалай болғанын білгісі келеді. Макс оған Эвери Этанмен бірге тұратындығын, ал Керри 3 жылдан бері араласпайтынын айтады. Ной іздеген аруы Эвери емес, Керри болуы керек екенін түсініп, Керриге барады. Есікті ашқанда ол Керриді сүйеді, бірақ ол оны итеріп, есікті қайта жауып қояды. Керридің оның іздеген аруы екенін біліп, Ной фотобудкаға асығады, бірақ фотобудка ол жерде жоқ екенін көреді. Содан кейін Эвери келіп, фотобудка оның үйінде екенін, оны сатып алғанын айтады. Ол сол жерге барып, соңғы рет тілегін орындайды. Бұл жолы ол бірінші рет, ештеңені өзгертпей Эвери мен Этанның үйлену тойына оралады. Ол ешкімге қарамай тура Керримен сөйлесуге барады. Ол оған кешті тастап, басқа жерге баруды ұсынады. Фильм олардың кездесуге барып, бірге отбасы құруымен аяқталады. Достар, көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Және де 10 000 оқырман жинауға көмектесіп жіберсеңіздер.